Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздермен буға піскен нан немесе китайский мантау деп аталатын Корей халықтарының хоппан деп аталатын, яғни буға піскен нанның рецептімен бөлісемін. Оны дайындау үшін бізге көтерілген, яғни ашытылған қамыр керек. Ол үшін жылы суға тұз, дрож салып, орташа қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырдың көтерілгенін күтеміз. Ашыған қамырды алып, дәл осылай жайып шығамыз оқтаудың көмегімен. Жайылған қамырдың бетіне сұйық майды немесе ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Мен сұйық май қолдандым. Кейін қамырды видеода көрсетілгендей етіп, бір-біріне үстіне ораймыз. Оралған қамырды пышақтың көмегімен 3 сантиметрден немесе 2 сантиметрдей етіп кесіп аламыз. Осындай сушидің таяғы болса, немесе палчиксы болса, соның көмегімен видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Ал егер сіздерде таяқ, палычки болмаса, жай ғана видеода көрсетілгендей етіп орап шықсаңыздар да болады. Бұл нанның басқаша да жасалу түрі бар. Ол кезде көтерілген қамырларды бөліктерге бөліп, домалақ етіп қойып қоясыздар, дәл бауырсақтық сияқты, бірақ сәл қалыңдау болады. Ол кезде де дәл осындай болып көтеріліп піседі. Таяқ болмаса, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, булочкаларды ораған сияқты орасаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы, осылай екі жағын жақсылап бекітеміз. Нандарымызды жасап болсақ, енді мантоваркіге сұйық майды жағып, орналастырып шығамыз. Аралары сәл де болсын ашық болғаны жақсы, өйткені нандарымыз тағы да 10-15 минут көтеріледі, ал буға түсіп піскен кезде бұл 2-3 есе үлкейеді. Сондықтан аралары ашық болғаны жақсы. Мен мантоварканы тері қаратып кигіздім, себебі нан көтерілген кезде үстіндегі листіне тиіп қалмас үшін. Барлығын осылай істеп, бетін жауып, 10-15 минутқа қоямыз. Егер сіз пигоди жасайтын болсаңызда, дәл осылай 10-15 минут көтерілгенін күтіңіз. Сол кезде жұмсақ пышный болып көтеріледі пигодилар. Мантоваркіге салғаннан кейін осылай сүлгімен жауып қойыңыздар. 30 минутта дайын болады. Және пісу барысында крышкасын қайта ашып қарауға болмайды, себебі ішіндегі ыстық бу сыртқа шығып, көтеріліп келе жатқан нандар қайта түсіп кетуі мүмкін. Бұл нан пигоди пісіру барысында да осы тәсілді пайдаланыңыздар. Сол кезде жұмсақ пышный болып шығады. 30 минут піскеннен кейін қазанның бетін тағы да 10 минуттай ашпай күте тұрыңыз. Біздің нанымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ пышный болып өзінен 2-3 есе үлкейді және іші толықтай піседі. Қыздар, уайымдамасаңыздар болады. Бұл тағамды менің балаларым өте жақсы көреді. Осындай дымламамен бірге ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Нұржамал. Каналға тіркеліп, міндетті түрде өз ойыңызды жаза кетіңіздер.